Жарық дүниеге шығар күн жақындаған сайын ана жатырындағы Шарананың бойын әлде бір тынышсыздық билеп, мазасы кете бастады. Өмір деген не екен? Онда бұл қалай тіршілік етпек? Алдынан не күтіп тұр? Жып-жылы, қалай аунап жатса да, жап-жайлы орнын тастап, беймәлім ортаға барғысы жоқ ақ. Бірақ періште келіп, енді бірер күннен кейін жаңа дүниеге жол шегетінін білдіріп кетті. Шықпай-ақ қойса болмас па екен? Жайлы орнында ұзақ қалмайтын білгелі бері, өзін мазалаған осы сұрақты соңғы келгенде періштеге де қойған. Болмайды екен. Алғашында іштегі Шарана дүниеге шығуға ынталы еді. Өйткені өзі жаратылған соң періште келіп, мұның адам екенін, кез келгенде жарық дүниеге шығып, өмір сүретін санасына жеткізген. Алғашқы танысулар болғандықтан екеуі ара түсінісуі, сұхбаты ұзағырақ болған. Мен сонда қалай өмір сүрем? Кәдімгі өзің тектес адамдар сияқты. Олар көп, әр түрлі. Сен тек жақсыларынан үлгі алуың керек. Қорқам, маған қиын болатын шығар. Оңай болмайды. Бірақ сенің қорғаушың бар. Қорғаушы? Сондай күш қайраты көп пе? Періште мейірлене жымиды. Сені қорғауға жет болса, бойында ғаламат күш пайда болады. Мен оны қалай таним? Оп-оңай. Өйткені ол үнемі сенің қасыңда болады. Сонда кім ол? Сенің анаң. Анам, деп қайталады Шарана. Ол қандай екен? Шарананың бойында қызығушылық оянып, періште келесі бір келгенде анасы туралы тағы сұрастыра бастады. Бірақ періште анасын қалай сипаттаса да, мұның көңіліндегі қызығушылық басылмай қойды. Сосын Шарананың анасына деген ынта-ықыласына мейірленген періште ғажайып қабілетінің күшімен оған анасын көрсетті. Шарананың мұндай ғажайып суретті бірінші рет көру еді. Ай дидарлы ару қыз. Иығына төгілген қолаң қара шашын біресе қолмен жиып алып, төбесіне түйіп, біресе жайып жібере салып, айна алдында сылаңдап тұр екен. Өз көркіне риза сияқты. Айнадағы бейнесіне қарап, жымиып, күліп қояды. Енді Шарана анасының әдемі жымисын қайта-қайта көре бергісі келеді. Сол-ақ екен. Жарық дүниеге шығар күн қашан туар екен? Әдемі, мейірімді анасымен, оның қасында жиі болатын жан періштенің айтуы бойынша әкесімен қашан жолығам екен деп асыққан. Бойына мұның біткенін әлі білмейтін кездерінде әкесімен шешесі соншалық бақытты күн кешіп, күннің түнге, түннің күнге ауысқанын білмей де қалатын. Бұл құштарлана құшақтасып, емірене сүйісіп жатқан екеуінің ортасына барып жата қалсам, сосын екеуі мені де тап солай құшақтап сүйсе деп армандайтын болды. Бір күні анасы көшеде келе жатып, киім сататын дүкеннің алдына тоқтады. Әйнектің ар жағында тұрған манекеннің үстіндегі әдемі көйлекке қызығып, сол жерде айналсоқтап біраз жүрді. Оның тап осындай көйлек кигісі келіп жүргенін білетін Шарана да қуанып, анасын сол әдемі көйлекті киіп, қалықтап ұшып келе жатқандай елестетті. Я, айтқандай, адамдар жүреді екен ғой. Анасы әдемі көйлегін киіп, етегі желбіреп келе жатады. Кенет алдарынан ақсия күліп, әкесі шыға келеді. Анасының мұндай күтпеген кездесулерге ерекше мәз болатын білетін бұл, қиялдап жатып, титімдей жүрегі löp-löp етіп қуанып кетті. Бірақ Шарананың қуанышты жарық дүниеге шығуға асығулы күндері кенет аяқталып, өзін пайда еткен екеудің арасында бұл түсінбейтін жайлар өте бастады. Бәрі де анасының өз бойында күтпеген тіршілік иесінің пайда болған білген күннен басталады. Шарана анасының сол кездегі жай күйіне түсінбеді. Әшейінде қуанған кезіндегідей алақанын шапалақтап, секіріп алар деп еді. Ол болса шошып кетті. Әлде бір қорқынышты мақұлықты көргендей, көзі шарасынан шығып, жүрек түсін басып,
біраз отырды. Сосын жылады ай келіп. Төсегіне келіп құлап, өз басын өзі ұрыштап, ішегін тарта жылағанда Шарананың қорыққан-ай. Бұрынғыда емін-еркін жүзуін қойып, бір қуыстау жерге барып, бұл да бөктісіп жата кетті. Кешке әкесі келген кезде, әлде бір жақсылықтан үміттеніп Шарана ана жатырындағы тығылған қуысынан бері шықты. Әкесі мен шешесінің арасында болар әңгіменің тек өзіне қатысты болатынын білгендіктен, оның басталуын тағатсыздана күтіп, ерсілі-қарсылы жүзе бастады. Үміт ақталмады. Әкесі де қуанбады. Ол олма, сен әдейі істедің деп шешесіне жекіп сөйлеп, ебіл-дебілі шығып, еңкілдеп жылап отырған жанды екі иығынан ұстап, жұлқылай бастады. Зәресі ұшқан бұл тағы да қараңғы қуысына барып тығылмақ құмтылды. Сол жерде әлдегіммен соқтығысып қалды. Сен кімсің? Сенің сыңарыңмын. Мұнда неғып жатырсың? Ана жақта кең, еркін жүзуге болады ғой. Мен сенен кішімін, сондықтан әзір еркін жүзуге әлім келмейді. Шарана сыңары бар екендігіне, мына қорқынышты жағдайда жалғыз болмайтынына қуанып кетті. Бауырына соны айтпақшы болып бұрыла берген, дүңк ете қалған соққының екпінінен шайқатылып, оның ар жағына шолп ете қалды. Не болды? Күтпеген жерден сыңарын кездестіру, жарық дүниеде болып жатқан жайлардан назарын бір сәт ауытқытып жіберген. Сөйтсе, әкесі анасын жұдырығымен бір қойып, ұшырып түсірген екен. Ауыр соққыдан есеңгіреп қалған анасын жағынан салып жіберіп, ол көзін ашқанда тағы да жұдырығын кіжіне көтере берген. Шарана түкке түсінбеген сыңар бауырын қалқалап, итермелей, бағанағы қуысқа қарай жан ұшыразыта жөнелді. Осыдан кейін ақ бұлардың өмірінде көңілсіз күндері басталды. Тату тәтті бармысыңдар, армысыңдар адамдар. Тату тәтті бармысыңдар, армысыңдар адамдар. Анасы күні-түні жылаудан көз ашпайды. Әкесі күнара келіп, құтыл, көзін құрт деп айғайлап, жер тепкілеп кетеді. Ондайда бұлар үйреншікті қуысқа барып тығылады. Бірақ күн өткен сайын ол жер екеуіне тарлық жасап, біреу сыртта қалуға мәжбүр болатын. Ана дүниедегі айғай-шу басталған соң, сыртта қалғаны қуыстағыға келіп, болған жайды баяндайды. Құрт деуге қайтып аузың барады. Өз баламызға қалай қол жұмсаймыз? Деп анасы еңіреп жылады. Қайдағы бала? Ол әлі адам емес, бар болғаны, үйған қанғана. Мен болғың келсе, құтыласың. Қалайша бала емеспіз, біз адамбыз, деп шырқырады іштегі екеу. Бірақ оларды ешкім естіген жоқ. Ақыры анасы көнді. Бір үлкен үйге барып, ақ киімді әйелге жылап мұңын шақты. Әйел жұрттың жылағанына үйреніп кеткен болу керек. Анасын селқос тыңдап, әлде бір қағаздары жазып, өзімен өзі әбігер болып отыра берді. Жұбатқан да жоқ, ұрысқан да жоқ. Анасын әлде бір суық төсекке жатқызып, түрткілеп көрді де, електете жазу жазылған бір қағазды қолына ұстата салды. Анасы әлбей басып, басқа бір үлкен үйдегі аппақ сырмен сырланған сап-салқын бөлмеге кірді. Бұл жердегілерде көп сөйлеген жоқ. Шешінген анасын биік төсекке жатқызып, жылтыраған суық темірлердің ішіне, бұлар жатқан жаққа қарай сүңгітіп, айналдыра бастады. Қаштық! Шарана түк түсінбеген сыңарын қуысқа қарай сүйрелей қашты. Оның әуесқойлығы ұстап кетті ме? Дәл қастарынан лып-лып етіп өтіп жатқан жылтылдаған аспаптарға аңтарыла қарап асығар емес. Қуысқа кірген бойда артына бұрылып, сыңарын жан ұшыра шақырды. Тез,
тез бол! Бірақ сыңары үлгермеді. Жылтылдаған пышақ жүзі оның үлбіреген сырт қорауын жарып жіберіп, бауырын бұлқынып та үлгермеген күйінде ысырып алып кетті. Сыңарының шыңғырған даусынан мұның құлағы тынып кетті. Содан соң дүние жым-жырт тыныштыққа айналды. Анасы үйіне келіп, күні бойы соқ түсіп ұзақ жатты. Бұдан кейінгі күндерде бұрынғыдай әдемі киімін киіп, таранып сыланып көшеге шықпады. Тіпті жарытып, тамақ та ішпеді. Бұл да қуысынан ешқайда шыққысы келмеді. Әдетінше анда-мұнда жүзген де жоқ. Дене мүшелері дамып, сана сезім артқан сайын, бұған дейін жұмбақ боп келген көптеген жайлардың сырын түсіне бастаған. Бірақ сыңарынан айырылғалы бері сыртқы дүниеге деген қызығушылығы да сап тыйылып, әлденеден алданғандай, әлдегім зәбірлегендей тоң-торыс күн кешіп жата берді. Бұдан кейінгі өмірінің бәрі анасының сүрген күндерінен айнымайтын. Ол айналасындағы қызылды жасылды, шулы думанды өмірге немқұрайлы қарап, сылбыр күн кешсе, бұл да алдынан күтіп тұрған беймәлім тіршілікке барғысы келмей, бұрынғыдай ештеңе қызықтырмай, ештеңеге ұмтылмай селқос күй кешті. Анда-санда бір аунап түсіп, бүк түсіп жата беретін. Солай жата берер ме еді? Мұның жарық дүниеге шар уақыт өтіп бара жатқанын білген періште, бар жарық дүниеге деп белінен сарт еткізіп қалмағанында, оқыс тиген шапалақ тәніне батып, бұл жарық дүниеге шыр ете қалған. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдиле бар